Қайырлы күн. Көптеген адамдар iPad сатып алып, сосын қалай настройка жасау керектігін білмейді. Сондықтан сіздерге көрсете кетейін. Так, iPad-ты қосамыз, сол кезде осындай меню пайда болады. Тілді таңдаймыз. Қай жақта орналасқан еліңізді таңдайсыз, страна. Так, біз Қазақстандамыз. Қазақстан. Дұрыс настройка жасамасаңыздар, сіздердің iPad-тарыңыз блокировкаға түсіп, сосын оны запчастьқа сату керек болып қалады. Сондықтан дұрыс настройка жасау керек. Так, продолжить. Мына жерде біз негізі iPhone-ды жақындатсақ, iPhone пайда болады. Бірақ біз ол жолды емес, басқа амалын таңдаймыз. Өйткені мына iPhone-ға видеоға түсіріп жатырмын. Бұл жерде біз Wi-Fi-ді таңдаймыз. Wi-Fi-дің паролін жаздық, әрі қарай кішкене тосамыз. Так, продолжить. Активация кетіп жатыр. Так, обновить деп тұр. Обновить позже деген басамыз. Продолжить. Взрослый. Так, Touch ID. Бұны сосын настройка жасаймыз. Touch ID деген ана отпечатка пальца саусақпен ашу функциясы. Пароль. Мұнда енді бізге әртүрлі варианттары предлагать етіп жатыр. Жақындатып көрсетейін. Так, бұл жерде біз перенос данных жасасақ, iPhone-нан болсын, басқа устройстводан болсын, сіздің iPhone-дағы жаңағы сурет, фото, видео бүкіл данныйларыңызна планшетка етіп қалады. Сондықтан бұны таңдамаған дұрыс. Просто аккаунтыңызға кіресіз, өзіңіздің ничего не переносить. И осы жерге Apple аккаунтыңызды жазып, логин, паролін жазып кіресіз. Егер де сіздерде учетная запись аккаунт болмаса, iCloud деген мына жерге басасыз да и создать бесплатно деген басып, дальше уже настройкасын жасай бересіздер. Настройка позже деген басы вообще Apple аккаунт жазбай просто қосуға болады. Бірақ мен қазір өзімнің Apple аккаунтын жазамын. Так, мінекей Apple аккаунтын жаздым. Принять. Так, мұнда біз продолжить деген басамыз. Так, принять. Мен осыны таңдаймын. Так, продолжить. Так, все, планшет қосылды. Приступить деген кнопка бар астында, соған басамыз. Так. Все, планшет қосылды. Құттықтаймын. Жаңа планшеттарыңызбен игіліктеріңізге қолданыңыздар. Так, сіздерге парольдің орнына отпечатка пальца қолдануды көрсетейін. Бірінші регистрация жасау керек саусақты. Ол үшін біз настройкаға кіреміз. Содан соң ең астында бізде Touch ID код пароль деп тұрады. Соған басамыз. Мына жерге кодты жазамыз. Қандай код? Бағана ең басында жазған код жазамыз. Содан соң бізде мынандай пайда болады. Добавить отпечаток. Басамыз. Так, мына жерде инструкция. И жоғарысында біз саусақпен басамыз. Бұлай басып жіберіп отырамыз. Солай саусақты регистрация жасаймыз. Так, енді саусақтың кішкене басқа жерлерін регистрация жасаймыз. Әртүрлі қылып қоямыз саусағымызды, чтобы бүкіл жерді оқитындай. Так, продолжить. Все, саусақты регистрация жасадық. Енді біз каждый раз пароль жазып жүрмейміз. Просто саусақпен осылай басамыз. Басқан кезде жаңа көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме, мына жерде шығып тұрады. Міне қараңыз, тағы да жасаймын. Басқа саусақпен басамын. Блокировка тұр. Мінекей. Енді саусақпен басқан кезде блокировка шешіледі. И бұлай жоғарыға тартып уже қолдана береміз.
Осы каналға тіркеліп лайк басуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Все, жақсы, сау болыңыздар.